31 октябрь 2005 жыл. Мен Құрманов Емірген Павлодар шақсы басып тұрғанмын. Міне бүгін тағы солай бір дүкен алдына. Бұл мен жұмыс орным сияқтанды. Күнде келеміз, өткен жылы күзден бастап. Алдыңғы жылы күзден машина алып қойдық. Біле жүргізіп көлік залысы рестораны. Бәрі алып қойдық. Ноябрьда. Сол бір жыл таныстардың үйіне барып, күнін көріп жүрмін. Таныстардың үйіне барып дейді. Барсаң, келіншектер рестораны кухняға жүгіреді, асханаға. Жол сұрамай қалайды, тамақ дайында емірім келді. Сол бір жылдай жүрдім, солай қаңғырып. Жол сұрамай үйіне. Осы өткен жылы күзден бастап осы қайшылап шығып жүрдім. Bir күні шықпағам, қатты аяз болды, үстін желі болды, шықпағам. Екінші күні бір жігіт келіп тұр, мені көріп туысын көргенде қуанып тұр. Не болды десем, кеше қайда болдыңыз? Кеше аяз болды, оның үстіне жел болды десем, дейді, мен уайымдап жүргенмін, сіз тағамын санында деп. Мен қорықпан, мені келесі бейбіт шерудің алдында қамайды. Мына Назарбаевтың құлдары бізді шындық айтқандарда бейбіт шерудің қамап тастайды. Келесі жылы ақыры қамайды енді. Ақыры деп айтып тұрған, оларды тамақтан ішпеймін, аштан өлем. Қамаған полицияда судьяны бәрін қарғап өлем. Пікір алдында бір жігіт пікір жазыпты. Үйде тамақ жоқ әлде түсіп жатыр деп. Соған тоже қосып қарғаймын. Ой, жігіттер, қайда тұрамыз? Бәріміз қайыршымыз, бәріміздің басымызда кредит бар. Мен кредиттей алмасын деп, жүргізуші куәлікке арест қойып тастады. Прокурор бәрі біледі, заңсыз арест екенін. Ешқандай шара қолданбайды. Ол 19 жылы прокурор протест беріп, шешіп тастап еді аресттен. Ол оны істеген жоқ. Біз екінші сортпыз. Акимат істейтіндер, прокуратура істейтіндер бәрі бірінші сорт. Жай халық екінші сортпыз. Ояндар жігіттер, бейбіт шеруге шығыңдар. Қорықпаңдар. Біз бәрімізді бейбіт шеруге шықсақ, полицейлер қуана біздің жаққа қосылады. Олар өздері қайыршы. Бәрінің басына кредит бар. Жуырда бір полицейский формамен келді. Күнде бір рахмат оған. 500 теңге беріп отыр. Темекі әперейін деді, мен жоқ, табақтар таңдадым. Ояндар жігіттер. Осы видеоға пікір жазыңдар, таратыңдар осы видеоны. Лайк басыңдар. Халық көрсін.